саламатсыздар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 86-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Сінде сақта. Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдықтарының айырмасына тең. Яғни жақындау қозғалысы V1 азайту V2. Есеп 1. Есепті шығару барысында ережені қолдан дейді. Төтенше жағдай жаттығу өткізілуіне байланысты Алия мен әжей бір уақытта өз үйлерінен қауіпсіз орынға қарай бір бағытта жүрді. Олардың арасы 200 метр болатын. Алия 110 метр минутына, ал әжей 60 метр минутына жылдамдықпен жүреді. Кестені дәптеріңе толтыр. Әр минут сайын ара қашықтық қанша метрге кемиді. Алия әжесін қанша уақыттан кейін қуып жетеді дейді. Яғни ара қашықтығы 200 метр. Бірінші V қозғалыс жылдамдығы 110 метр минутына. Екінші V2 60 метр минутына. Уақыт белгісіз қанша минут жүргені және ара қашықтығы қанша метр екені белгісіз. Енді шешуінде V1, V2 қозғалыстарын азайтамыз, яғни 110-нан 60-та азайтамыз 50 метр минутына. Яғни Т азайту S тең V жақындау қозғалысы 200, жаңа айтып өткендей ара қашықтығы бөлеміз, 1 минуттағы метрдің санына 50 метр бөлеміз, 200-ді 50-ге бөлгенде сонда 4 метр болады минутына. 50-ді 1-ге көбейтеміз, 50 метр. Сонда жауабы әр минут сайын ара қашықтық 50 метрге кемиді. Алия әжесінен 4 минуттан кейін қуып жетеді. Сонда 1 минутта 50-ге азаяды ара қашықтық, 2 минутта 100-ге, 3 минутта 150, 4 минутта сонда қозғалыс уақыты 200 болады ара қашықтығы. Екінші есеп. Болат пен Серіктің үйлерінің ара қашықтығы 160 метр. Олар мектепке қарай бір уақытта шығып және бір бағытта жүрді. Серік 100 метр минутына, ал Болат Серіктің артынан 120 метр минутына жылдамдықпен жүрді. Неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жетеді дейді. Яғни ара қашықтығы 160 метр, S V1 қозғалу бағыты 120 метр минут, V2 100 метр минутына. Уақыт, кездескен уақыты белгісіз қанша минут екен. Шешуі, яғни V жақындау уақыты V1 мен V2-ні азайтамыз. 120-дан 100-ді азайтамыз. Сонда 20 метр минут. Енді уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 160-ды 20-ға бөлеміз. Сонда бұл жерде 8 минут болады. Жауабы Болат Серікті 8 минуттан кейін қуып жетеді. Мысал 3-ке қараймыз. Әріпті жауаптарды көрсетілген ретпен қойып, сөзді оқып, оның мағынасын түсіндір дейді. 490-ның 25-ге көбейтіндісі 12250, яғни С әрпі. 412-мың көбейту 25, теңдігі 10300, У әрпі. 808 көбейту 25, теңдігі 20200-ге, С әрпі. 424-ті 25-ге көбейтеміз, 10600, А әрпі. 444-ті көбейтеміз 25-ге, 11100, А әрпі. 880-ді көбейтеміз 25-ге, 22000, А әрпі. 888-ді көбейтеміз 25-ге, теңдігі 22200, Т әрпі. 436-ді көбейтеміз 25-ге, тең 10900, Қ әрпі. 404-ті 25-ге көбейткенде 10100, Н әрпі. Яғни әріптерді есеп мысалдардың жауаптары реті бойынша оқыған кезде су тасқыны деген сөз шықты. Ал 5-ке қараймыз. Теңдеулерді шеш. Жақша ашылған X қосу 450, жақша жабылған азайту 3540 тең 4000 бөлу 80. Яғни жақшаны астына өткізіп аламыз. Жақша ашылған X қосу 450,
азайту 3540. Енді 4000-ды 8-ге бөліп аламыз. Тең 50. Енді жақшаның ішіндегі санды астына жақшадан шығарып x қосу 450. 4000-ды 8-ге бөлгенде 50 еді. 50-ге қосамыз 3540-ты. Сонда x қосу 450 тең 3590-ға тең. Енді x-тен 3590-нан 450-ді азайтамыз. Яғни x-імізді табуымыз керек, қандай санға тең екен. Сонда x-іміз 3140-қа тең. Енді орнына қойып тексереміз. X-тің орнында 3140 қосамыз, 450-ді азайтамыз 3540. Сонда 4000-ды 8-ге бөлгенде 50, теңдігі 50, тең 50 болады. Екіншісі, жақша ашылған 1234 қосы n, жақша жабылған қосу 2140 тең 52741. 1234 қосу n, яғни 52741-ден 2140-ты азайтып аламыз. Сонда 1234 қосу n тең 50601 болады. Енді n тең 50601-ден 1234-ті азайтып аламыз. Яғни белгісіз санымыз нешеге тең екен табу үшін. n тең 49367. Енді орнына қойып тексеріп шығамыз. Жақша ашылған 1234 қосу 49367. Яғни n белгісіз санымыз 49367-ге тең. Қосамыз 2140. Теңдіктің оң жағы да 52741-ге тең, сол жағы да 52471-ге тең. Мысал 6-ға қараймыз. Мысал 6-да бізде теңдікте қандай сан қалып қойған тап дейді. Жақша ашылған 120452 азайту x. Жақша жабылған көбейту, жақша ашылған 890-ның қосу 773 тең. 890-773-ге тең. Яғни 123452 азайту x, жақшаны жабамыз. Екінші жақшаның ішіндегі 890-773-ті қосып алып, ықшамда жазамыз. 890-773 теңдігі 890-773. Енді 123452-ден азайту x тейміз деп теңдігін жазып, 890-773-ті 890-773-ке бөлеміз. Сонда бірге тең болады. Сонда теңдікте қалып қойған сан 123451 саны қалып қойған. Есеп 7-ге қараймыз. Каспий теңізінің ауданы 371 мың километр квадрат дейді. Бұл Арал теңізінің ауданынан 362.697 километр квадратқа артық. Арал теңізінің ауданы қандай дейді. Шешуін табу үшін 371 мыңнан 362.697-ні азайтамыз. Сонда 8303 километр квадрат. Яғни жауабы Арал теңізінің ауданы 8303 километр квадратқа тең. Әсінде Арал теңізінің ең терең жері 54 метр. Бұл Каспий теңізінің ең терең жерінен 971 метрге кем. Каспий теңізінің ең терең жері қанша дейді. 54-ті 971-ге қосамыз. Сонда 1025. Жауабы Каспий теңізінің ең терең жері 1025 метрге тең. 8-ге қараймыз. Ойлан және жауап бер. Екі санның қосындысы 715-ге тең. Сонда бірінші қосылғыш 0-мен аяқталады. Егер осы 0-ді сызып тастаса, онда екінші қосылғыш шығады. Осы сандарды тап дейді. Яғни бірінші қосылғыш 650, екінші қосылғыш 65. Қосқан кезде 715 шықты. Есеп 9-ға қараймыз. А және В және С қалаларының арасы тас жолмен жалғасқан. В қаласы А және С қалаларының ортасында орналасқан. А қаласынан С қаласына қарай 85 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік жолға шықты.
Онымен бір уақытта В қаласынан С қаласына қарай 60 км/сағат жылдамдықпен жүк көлігі де жолға шықты. Егер А және В қалаларының арақашықтығы 125 км болса, жеңіл автокөлік жүк көлігін неше сағаттан кейін қуып жетеді дейді. Яғни арақашықтығы 125 км, В1 85 км/сағат, В2 60 км/сағат. Т кездесу уақыты белгісіз қанша сағат екені. Шешуі, яғни В жақындау уақыты В1 азайту В2, яғни В1 85 км, В2 60 км/сағатқа тең. 85-тен 60-ты азайтамыз, 25 км/сағат. Енді уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жақындау уақытына бөлеміз. 125-ті 5-ке бөлеміз, 5 сағат. Сонда жауабы жеңіл автокөлік жүк көлігін 5 сағаттан кейін қуып жетеді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.